Bugün короче недеміз пирамидадамыз. Bugün 4-і, bugün 4-і ғой деймін, яғни дұрыс бugün 4-і, ертең 5-і, ертең бұйыртса гала концерт болады. Бірінші тур, екінші тур, бірінші турны Асет Солбет айтқан жоқ, екінші турдікін айтты, гала концерт не болғанын айтқан жоқ. И короче біз бүгін мына жақтамыз. Мынаның сырты кішкентай болғанмен іші дәу дейді. Сыртының өзі пафлық тұрады, ше. Ана жақта Абу-Даби. Енді бүгін біз келген нәрсе ол бүгін короче не болады андай. Редактура дейді ғой. Ойынның алдындағы біз оған қатыспаймыз, басқа командалар қатысып, соны көреміз просто и все. Бәрі үстімен кіріп баратыр, біз неге астымен кіріп баратыр десеңіздер, білмеймін. Вообще ничего не знаю. В общем, астынан кіруге болмайды екен, тауға шығып, үстінен барып, айналып барып кіреді екен. Бәрі артынан еріп келе жатыр, бәрі үстінде. Енді үсті бір түрлі екен, жазда қалай мінеді екен сонда. Мынау шабыт мынау. Мына жердегі видті көзбен жеткізу потолок, бірақ камерамен жеткізу не потолок қой, родной короче. Ең тігіп қалдық қой, не бәлі тауға шыққан болыпты кәдімгідей. Bir қызығы ол кісілерде сценарий бойынша мынандай адамның бойымен бірде есенағаның макеті болды. Есенағаның макеті болды. Сондай екен, и балға тұрады, шешініп көр. Әдемі болсын. Шығып болуға тиіс. Болмаған жағдайда наурыз айының ортасына шейін. Енді былтырғы жылға кішкене қорытындыласақ, былтырғы жылы форматты өзгертті. Аймақтардың барлығында короче, на жақта лигалар. Командаға лигалар бар. Жоғарғы Ашық лига, Намат лига, Көшпенділер лига, лигалар соның бәрін қазір лигалар залда. Телевизорда оказывается кішкентай екен. В общем, мынандай тема ғой. Лигалар өтіп кете салайыншы, лигалар. Қаншама лигалардан біз, короче, Намат лига дейтін бар, сондай алдық. В общем, білмеймін, не істейтін лига, қандай лига. Намат лиганың жаңағы игралықтарда ойын қаталып болады деп ойлаймын. Кейбір жерде дауысын дұрыс шықпай жатыр, просто ана динамикада дұрыс емес, короче. А так потолок. Жайдарман ойнағаннан просто Жайдарманға келіп көргеннің өзі кайфта. Ол терлеп жүргенше. Ренжімеш айналайын, білмей қалдым. Ол жақта мынандай байып короче. В общем, осымен лигалардың бәрін бөліп, біттіріп, в общем, потолығын қойып тастады. Намат лига дейтін, короче, көшпелі лига, туда-суда, Ақтауда, Атырауда, болмаса оңтүстікте, солтүстікте, жан-жақта ойнай беретін ойындарды Намат лига, көшпелі лига дейді. Сосын жоғарғы лига дейтін бар, ол кәдімгі высший лига, кәдімгі потолок игроктар ойнайды. Андай ашық лига дейтін бар, потолок игроктар тоже сол жақта ойнайды ғой, короче. Қипстаймын онда. В общем, қипстаймыз, короче, мына жерде. И мына жақта, короче, біз Астананың не жағындамыз? Пирамида жағындамыз. Пирамида 1938 жылдары примерно ашаршылық заман болған ғой. Тарихи заман кезінде ауыр замандар болған ғой. 1938 действительно ауыр. Мына жақта, короче, жаңағындай мұражай бар, мынау шабыт, мына жақта мешіт бар, мына жақта джикалар, мысалға. Анау тұрған Абу-Даби. Негізі Астанаға бір примерно біраз болды, 3-4 рет келген дейм ба, сондай болды. Астана ең бірінші келген кезде неге келдік қой біз? Ана жерде президентский не бар?
президентский ме қалай музей бар, үлкен музей. Сол жерге келдім. Мен ең бірінші не зданияларына кіргенімше Астанадан. Сосын мына жақта бәйтерек қаншатыр солар ғой. А так Астана потолок, Астана не үшін негізі андай қала ғой. Жұмыс істеп серьезный қала ғой негізі. А так дұрысы Алматы өзіме Алматы